Саламатсыздар ма, құрметті 4-ші сынып білім алушылары. Атырау облысы Махамбет ауданы Дүйсенғали Төленов атындағы мектеп гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі Аманғалиева Нұргүл Сүндетқалиевна. Математика пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Математика пәні бойынша 4-ші тоқсанда ортақ тақырып ғарышқа саяхат деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қос теңсіздіктер. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. Бағалау критерийі қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу, қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесіне белгілеу болып табылады. Сабақ барысында ой шақыру кезеңіне көшейік. Өрнектерді есептеп, жауаптарын кестеде көрсетілген тәртіппенен орналастырамыз. Ғарыш кеңістігін, ондағы нысандарды және жұлдыздар мен галактикаларда болатын өзгерістерді зерттейтін ғылым қалай аталады? Жарайсыңдар, балалар. Иә, астрономия деп аталады екен. Төмендегі берілген тапсырманы орындап, бүгінгі тақырыпты болжаймыз. Бұл оқулықтағы 2-ші тапсырма. Дәптерлеріңе теңсіздіктердің шешімдер жиынын жаз және оны сан сәулесіне белгіле. Осыған байланысты берілген дескрипторммен танысайық. Яғни теңсіздіктердің шешімдер жиынын жазады, оны сан сәулесіне белгілей алады. К кем 3-тен теңсіздігі берілген. Осыны сандық сан сәулесін не белгілейік. К кем 3 теңсіздігінің шешімі 3-тен кіші сандар болады. Ол қандай сандар? Дұрыс айтасыздар. Иә. Енді санды сәулеге түрлі түсті қарындашпенен көлбеу сызықпен салайық. Келесі тапсырма. Те артық 3-тен теңсіздігі берілген. Сандық сәулені сызамыз. Те артық 3-тен теңсіздігінің шешімі 3-тен үлкен барлық сандар жиыны болады. Ол қандай сандар екен? Бұны да сандық сәулеге түрлі түсті қарындашпенен салайық. Яғни олар 4, 5, 6, 7 және 8 сандары. Олай болса, бүгінгі сабақтың мақсаты қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табуды үйренеміз. Ол үшін миға шабуыл әдісі арқылы мына тапсырманы орындайық. Сан сәулесінен қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын қарастырайық. X белгісізі 4-тен артық 10-нан кем. Сандық сәуле бойына осы теңсіздікті жаз. 4 кем X белгісіз. Яғни ол
төрттен үлкен сандар екен. Оны былай етіп бояйық. Келесі, икс кем болады 10-нан. Яғни, оны сандық сәуленің төменгі жағын мынандай түсті карандашпенен бояп шығамыз. Шешімдер жиынын табатын болсақ, олар 5, 6, 7, 8 және 9 сандары екендігін білдік. Енді осы теңсіздікті қалай оқитынын тағы бір қайталайық. Икс белгісізі 4-тен артық және 10-нан кем. Қайталаймыз. Оның шешімдер жиынын фигура жақшаның көмегімен былай жазамыз. Енді оқулық арқылы мынандай тапсырмаларды орындасақ. Нөмірі 4-ші тапсырма. Қос теңсіздіктерді жаз. Осыған қатысты дескриптор қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын жазады. А. Т белгісізі 4-тен артық және 9-дан кем. Ә. К белгісізі 5-тен артық және 18-ден кем. Б. М белгісізі 10-нан артық және 25-ден кем. Г. Н белгісізі 6-дан артық және 15-ден кем. Қос теңсіздік бір жолға жазылған, екі теңсіздіктен тұрады. Сен бұл теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінен көре аласың. Х белгісізі 3-тен артық және 6-дан кем. Оның шешімін барлық шешімдердің жиыны түрінде жазуға болады. Оны шешімдер жиынын фигура жақшаның көмегімен былай жазатынын көрдік. Бүгінгі тақырып бойынша үйге берілетін тапсырма. Оқулықтың 8-ші бетіндегі 11-ші тапсырма. Қос теңсіздік түрінде жаз, шешімдер жиынын санды сәулесінен белгіле, шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. 6 кем y-тен және y кем 12-ден. Y артық 5-тен және y кем 10-нан. Онлайн сабағының соңында кері байланыс ұсынылады. Саған бәрінен не ұнады? Сен үшін не жаңалық болды? Саған қай тапсырма қиын болды? Онлайн сабағымызға қатысқандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.